Сөйтіп, Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқал лазина кафару иля джаханнама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаханнамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаханнамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха. Өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да, мысалы, үміт мүмкін кешіріледі деп. Кәпірлер де қатты үміттенеді ол күні. Мүмкін кешіреді Раббымыз. Аллах Тағала өте мейірімді, өте кешірімді, рахымды. Ана айдалып әкеліп жатқан кезінде жаханнамға қарай дейді. Ойлаңызшы. Сосын ана жаханнам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Анау Субханалла. Сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха ва қауля лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. Хазанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады, олардың айтатын сөзі وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап пе еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде? وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Сендерге ескертіп кетпеді, Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп пе еді? Қолу бәлә, ескерткен еді деген. Сонда жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған. Басқа бір аяттарда Алла Тағала айтқандай, Роббана абсорда, Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір.
қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фаржиғына Раббымыз қайтаршы бізді. Мағмел салиқаламал істеп келейікші. Намуқинун біз қазір көзіміз нақты көріп тұр. Раббымыз бізді қайтаршы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы, өйткені оның хақысы берілмеді. Иқсау фиха, тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукаллимуни, сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқатты. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға: Фанаситум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадірімді, менің құранымды. Ва инна насинакум, біз де бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах Тағала мұъминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: Уасиқаллазина тақау раббахум илал жаннати зумара. Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды, Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сондағы періштелері сондай мейірімді. Вақауля лахум хазанату, қана есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламун алейкум деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыптум, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулука хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах Тағала өзі айтқандай: Вақаулу алхамдулилlah, олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулилlah әллазиз саддақана ваъдаху. Елшілері арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. Ва урусанал арада, жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Натабауау минал жаннати хайсу наша. Енді біз мына жәннаттың қай жерде барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Аллах Тағала айтады: Фаниъма ажрул амилин.
имандарына амал негіздегендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен Атала. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай: "Ва иза адхалаллаху ахлал джаннати аль-джанна", Аллах Тағала жәннаттықтарды жәннатқа кіргізгенде, "Ва адхалан ахлан нари ан-нара", тозақтықтарды тозаққа кіргізген кезде, "Утия бил маути", жәннаттықтар жәннатта, тозақтықтар тозақта болған кезде, екеуінің арасына бір ірге қойылады екен, екі жаққа да көрінетін. Сөйтіп өлімді алып келеді дейді Алла Тағала. Жаңа біз өлім туралы сөйледік қой. Өлім деген айттық қой, біз танымайтын жақтары да бар әлі деп. Аллах Тағала өлімді алып келеді. Ол өлім Алла Тағаланың жаратқан нәрсесі. Сол өлімді Аллах Тағала кәпішан, қошқардың бейнесінде алып келеді дейді. Фаюдағу аля сури байна ахлил джаннати ва ахлин нари, жаңағы тозақтықтар мен жәннаттықтардың арасын бөгелеп тұрған іргенің үстіне әкеп қойылады дейді бүйтіп. Сол кезде мұъминдердің де әлі жәннатқа кірген беті, тозақтықтардың тозаққа кірген беті. Сөйтіп Аллах Тағаланың даусы мен жаңа бір періште бұйрық береді: "Я ахлал жанна", ей жәннаттықтар, фаятталигуна хаифина важилина ан юхраджу мин маканихим аллази хум фихи. Ей жәннаттықтар деген кезде жәннаттықтар қатты қорқып кетеді дейді. Кірген бет қой жәннатқа. Кірген бетінде қатты қорқып кетеді. Үрей жүректерінде мына орнымыздан шығарып жіберейін деп тұрған жоқ па екен деген ойға кетеді дейді. Қараңыздар, мұъминдердің қорқатын нәрсесі не еді? Қанша амал істесе де, тіпті жәннатқа кірген беті болса да, әлі де өзін, мұъмин деген адам жүрегіне қараңыздаршы, әлі де өзін лайықсыз санайтын адам екен ғой. Алланың рахымы, кешіріңіз, өзін лайықсыз көретін адам екен ғой әлі де. Сонда жәннаттан шығарып жібергелі шақырып атқан жоқ па екен деп ойлайды, қорқып кетеді дейді. Одан кейін айтады: "Сума юқулу я ахлан нар", ей тозақтықтар деп дауысталады. Фаятталигуна, тозақтықтар жаңағы дауысты естіген кезде барлығы қарай қалады да, мустабширин, олар қуана бастайды дейді. Фарихина ан юхраджу мин маканихим аллази хум фихи, олардың жүрегін қараңыздар, әбден өздерін жақсы көріп қалған осы өмірде. Әбден олардың ойларындағындай ана дауысты естіген кезде бізді бұл жерде мүмкін шығаратын шығар, сол үшін шақырып атқан шығар деп қуанады дейді. Сосын екі жаққа да дауыс айтылады: "Я ахлал жанна", ей жәннаттықтар, ей тозақтықтар, атағрифуна хаза, мынаны білесіңдер ме не нәрсе екендігін дейді. Акуллукум қадр аху, барлығы көрді дейді оны. Содан барлығы айтады дейді: "Хуал мауту", бұл өлім ғой деп. Қараңыз, қошқар тұрған жерде өлімді қошқардың бейнесінде алып келеді дейді Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Фаюмару бихи, сөйтіп періштелерге бұйрық беріледі. Қошқар жаңағы іргенің үстінде жамбасынан жатқызылады дейді. Фаюджағу, фаюзбаху забхан, сол жерде бірден бауыздалады дейді. Сол бірден бауыздалғаннан кейін Алла Тағаланың бір періштесі дауыстайды: "Я ахлал жанна", ей жәннаттықтар, хулудун фима таджидуна, андағы орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Міне, қаласыр. Ла маута фиха абадан, енді өлім деген нәрсе жоқ ешқашан. Сосын тозақтықтарға бір дауыстап айтады екен: "Я ахланнар", ей тозақтықтар, хулудун фима таджидуна, әлгі орындарыңда мәңгі қаласыңдар. Ла маута фихи абадан, енді өлім жоқ.
сол сөзді естіген кезде фаяфрахуна ахлул жаннати фарахан иля фарахихим, жәннаттықтар қуаныштардың үстіне қуаныш қосылып қуанады дейді. Уаяздаду ахлул нари хузнан иля хузнихим, ал тозақтықтар қайғыларының үстіне қайғы қосып. Сосын пайғамбарымыз аятты оқиды. Сумма қара Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллям хазихил ая ва анзирхум яумал хасра. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен ескерт бұларға. Сондай бір күн болады, қияметтің ішіндегі жаңағы сәтті айтып отыр да, дәл осы сәтті айтып отыр. Мәңгі енді деген нәрсені, өлім жоқ деген. Осы күнді ескерт оларға дейді. Анзирхум яумал хасрати. Осы қасірет шегетін күнді оларға ескерт. Иза қудиял амру, сот шешіліп біткеннен кейін. Бірақ бұлар фиғофләтин дейді, қараңыздар. Бірақ мыналарың бейхамға кіріп кеткен адамдар дейді. Оғынайын деп тұрған жоқ дейді, андағы ескертуін сені. Вахум ла юмину, мыналар тіпті сенбейді де қой дейді Алла Тағала. Ой, жүрек әбден дүниеге неге кіріп кеткен, жоқ да ақиқатты теріске шығаруға. Міне, құрметті бауырлар, осы нәрсе болғаннан кейін, ей Мұхаммед пайғамбар, сен көресің дейді. Ватарал мәләика, періштелерді көресің дейді. Періште деген жаратылыстар, мұсылманның көргісі келіп жүрген жаратылыстар ғой. Соны көзіңмен көресің дейді. Хафина мин хаулел арши, Раббыларының аршысын шырайын алған кезде дейді олар. Тасбихтармен, юсаббихуна бихамди раббихим, Раббыларын сондай дәрежеде мақтаумен пәктейді дейді. Вақудия байнахум бил хаққи. Не үшін дәріптеп атқанда, жаңағы сот, іс, періштелерді жұмыста жүр ғой қазір. Жұмыста жүр ғой, жазып атыр, сотқа барады ертең, анан бәрін аяқтап тапсыру керек. Жәннатпен, тозақпен толық нәрсе іс аяқталу керек та. Соның барлығы жәннаттықтар жәннатқа кірген үшін жаңағы вақудия байнахум бил хаққи дейді. Жәннаттықтар жәннатқа Алла Тағаланың сотымен кірді, тозақтықтар тозаққа Алланың сотымен кірді. Осы соттың осылай аяқталғанына, жәннаттықтардың жәннатқа кіргеніне, тозақтықтардың тозақтыққа кіргеніне вақил алхамдулиллахи роббил аламин дейді, қараңыздар. Алхамдулиллахи роббил аламин деп аяқталады дейді сот. Біз намазда, намазымыз қайсымен басталады? Алхамдулиллахи роббил аламин. Біздің өміріміз осы нәрсемен, мынау әлем сонымен басталған, өзі жаратылған кезінде. Осы сөзбен аяқталады да бұл. Көрдіңіз ба? Міне құрметті бауырлар, сондықтан сіз алхамдулиллахи роббил аламинді оқып жүрген кезіңіздің өзінде де осы мағыналар жұмыс істейді сізде, сол фатихады оқып атқанда. Бұл сіздің дүниеңізбен, ақыретіңізбен байланысты алхамдулилля да бұл фатиха сүресіндегі. Міне осы қияметті сендер көресіңдер.